Сәлеметсіңдер ме, қыздар? Бүгін біз сабақта эволюцияның бағыттаушы және қозғаушы күшімен, ол жаңағы табиғи сұрыпталу және тіршілік үшін күреспен танысамыз. Табиғи сұрыпталу және тіршілік үшін күрес, ол жаңағы эволюцияның қозғаушы күші екен. Табиғи сұрыпталу күн сайын және сағат сайын бүкіл әлем бойынша кішігірім болмашы өзгерістерді іздеп тауып, жамандарын тастап, жақсыларын сақтап, жинақтап, құлаққа естілмей және көзге көрінбей жұмыс істейді, деп айтқан Чарльз Роберт Дарвин. Мынау Бегл кемесі 1845 жылы осы Бегл кемесімен Чарльз Дарвин дүниежүзілік саяхатқа шыққан. 1858 жылы Чарльз Дарвин Уоллеспен бірге жасаған баяндамасында эволюциялық теорияны сұнып, оның негізгі механизмі табиғи сұрыпталу деп көрсетті. 1859 жылы Чарльз Дарвиндің табиғи сұрыпталу жолмен түрлердің пайда болуы деген еңбегі шықты. Онда мутациялардың жиілігі организмдердің өзгергіштікке қатыспайды және эволюциялық процестің қарқыны мен бағытына нақты ықпалын тигізеді. Бұл әрекет табиғи сұрыпталудың шығармашылық рөлі деп айтқан. Эволюцияның қозғаушы күштері, сендер білесіңдер, 3 күші бар: табиғи сұрыпталу, тіршілік үшін күрес және мутациялық өзгергіштік. Мутациялық өзгергіштікпен сендер алдыңғы сабақтарда таныстыңдар. Білесіңдер, мутациялық өзгергіштіктің бірнеше түрі болады. Ол хромосомалық мутация, геномдық мутация, гендік мутация, комбинативтік мутация және цитоплазмалық мутация. Барлық тірі организмдер артық мөлшерде ұрпақ қалдыруға қабілетті. Жануар болсын, өсімдік болсын, барлығы да өзінен кейін ұрпақ қалдыруға пайда болған. Тіршілік үшін күрес, ол жаңағы эволюцияның қозғаушы күші, организмдердің шексіз көбеюге бейімділігі мен кеңістік және тіршілік ресурстарының арасындағы қарама қайшылығын туғызуы. Тіршілік үшін күрестің 3 формасы болады. Бірінші, түрішілік күрес, бір түрге жататын даралар арасында жүреді. Түр аралық күрес, әр түрге жататын даралардың арасында болады. Қоршаған ортаның қолайсыз жағдайлармен күрес немесе абиотикалық фактормен күрес деп айтады. Ылғалы мол немесе ауа райы құрғақ аудандарында және жазы ыстық, қысы суық жерлерде байқалады. Түрішілік күрес, мысалы, міне осындай суреттер бар. Олар не үшін болуы мүмкін? Қорек үшін, жылу үшін, аналық үшін, жарық үшін, су үшін, территория үшін, тағы да басқа. Мысалы, адамның арасында да түрішілік күрес болады. Мысалы, жұмыс үшін, жаңағы аталық үшін, осындай территория үшін дегендей болады. Тағы да түрішілік күрес. Мұнда осындай мысалдар келтіріп тұр. Түр аралық күрес. Ол жаңағы әр түрлі даралардың арасында болады. Мысалы, паразитизм. Паразитизм дегеніміз ол жаңағы бір ағза екінші ағза арқылы өмір сүру. Жыртқыштық, бәсекелестік селбесіп. Келесі, міне түр аралық күрес, жаңағы қасқыр мен түлкінің қорек үшін күресі. Түр аралық күрес, тағы да міне қасқыр мен қоян, қасқыр қорек үшін, қоянда өмір үшін күрес. Міне осындай мысалдар табиғатта кездеседі. Сондықтан осы күрес ағзаларды сұрыптайды және ең мықты, ең белсенді, ең бейімделген және ең сау ағзалар өмір сүреді. Қалғандары әлсіз ауыр ағзалар өледі. Қоршаған ортаның қолайсыз жағдайлармен күрес. Мысалы, жәндіктердің қанаттарының қатты болуы,
жүн жамылғысының қалың болуы, жапырақтың түсуі, тікенекке айналу, сабаққа су жиналу, мысалы алоэда, өйткені сол жақта климат ыстық, Мексика жақта, сондықтан сабақтары қалың болды. Немесе кактуста жапырақтары тікенекке айналған. Түйелерде өркештер бар, өркештерде май жиналады, сосын май ыстық болғанда ыдырап суға айналады. Келесі, қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларымен күрес, жаңа міне пингвиндердің суықпен күрес, жаңа ақаюдың суықпен күрес, ағаштардың шөл далада, сусыз жерлерде күрес, сондықтан олардың тамырлары ұзын болады, бірнеше метрге дейін, жаңағы жердің ең астыңғы жағынан суды алу үшін. Табиғатта өздігінен таңдамалы түрде бір даралар тіршілігін жойса, екінші біреулері көбейіп, әрі қарай дамиды. Бұл құбылысты Чарльз Дарвин табиғи сұрыпталу немесе аса бейімделе алмағандардың тірі қалуы деп айтқан. Табиғи сұрыпталу эволюцияның негізгі шешуші фактор. Тіршілік үшін күрестің нәтижесі. Табиғи сұрыпталу бірнеше ғасырды қамтып үздіксіз жүріп жататын әрекет. Табиғи сұрыпталудың нәтижесінде тіршілік ортасына сәйкес бейімделген жаңа түрлер түзіледі. Табиғи сұрыпталудың бірнеше формалары болады. Бірінші ол қозғаушы сұрыпталу. Чарльз Дарвин қозғаушы сұрыпталу эволюцияның қозғаушы күші деп айтқан. Осы қозғаушы сұрыпталу арқылы түрлерде әртүрлі мутация пайда болады, және олар осы мутациялар арқылы бейімделіп, ары қарай өмір сүреді. Мысалы, 19 ғасырда Англияда жақсы өнеркәсіп дамыған. Сондықтан зауыттардың, фабрикалардың ауаға шыққан түтіндері ақ қайың қабығын қап-қара қылған. Бұрын ақ қайың үстіндегі жүрген ақ көбелектер көріне бастады, сондықтан құстар олар жеп қойып жатты. Сондықтан кейбір көбелекте ақ түстің орнына сұр қара түс пайда болды. Өйткені қара сұр түсте олар ағаштың үстінде көрінбейді, сондықтан көбелектерді құстар жей алмайды. Сондықтан осылай олар бейімделіп, өмірлерін сақтап қалған. Міне осы қозғаушы күштің мысалы, немесе жәндіктердің әртүрлі улы затқа бейімделуі. Келесі, тұрақтандырушы сұрыпталу. Тұрақтандырушы сұрыпталу ол жаңағы нормаға сәйкес ағзалар қалады, нормаға сәйкес емес ағзалар өледі. Мысалы, жәндікпен тозаңданатын гүлдерде тозаңдырғышы жәндіктің тұмсығына сәйкес болады, сондықтан олар жақсы тозаңдандырады. Мысалы, өсімдіктер әртүрлі ярустарда орналасады, орманда ағаштар үстінен алады күн сәулесін, астына орналасқан бұталар немесе шөптер, қоректі заттарды астына топырақтан алады, немесе торғайлар, егер олардың қанаттары нормаға сәйкес болмаса, онда олар қайтып кетеді суық жағдайларда, боран болған кезде. Келесі, жыныстық сұрыпталу. Жыныстық сұрыпталу ол жаңағы көбеюге көмектесетін сұрыпталудың бір түрі. Жыныстық диморфизм деп атайды. Өйткені жануарлардың немесе өсімдіктердің немесе жәндіктердің әдемі түстері болады. Мысалы, аталығы әдемі түсті болса, аналығы сұр түсті болады. Немесе керісінше, тағы да құстардың ән айтуы, немесе екі аталықтың аналық үшін төбелесуі, міне осы жаңа жыныстық сұрыпталудың мысалдары. Келесі, дизруптивті сұрыпталу. Мұнда ортаңғы формалары жойылып кетеді, оның орнына мутацияның әсерінен екі жаңа форма пайда болады. Мысалы, мұнда қызыл түсті және
сарғылт түсті жәндік пайда болды. Сондықтан осы дизруптивті сұрыптау арқылы бір түрден екі түр пайда болады. Мысалы, адам ұрпағын алсақ, біздің және маймылдың арғы тегі ол дриопитектер деген тармағы болған. Дриопитектер қайтып ол мутация кезінде екі тармақ берген. Біреу пангиттер. Пангиттер қазіргі кезде ол маймылдар, жаңа екінші ол гоминидтер. Гоминидтерге ол қазіргі адамның ұрпағы деп айтуға болады. Так, келесі. Осымен бізде жаңа тақырыбымыз аяқталды. Үйде бекіту үшін осындай тапсырмаларды орындайсыңдар. Осы кестені толтырасыңдар. Тіршілік үшін күрестің формаларын жазасыңдар. Түраралық, түрішілік және қолайсыз жағдайлармен күрес. Және анықтамасын сосын мысалы келтіресіңдер. Келесі. Түрішілік күрестің формаларын ажырату. Мына суреттерге қарап анықтау керек. Түрішілік күрестің қандай формасы екен. Мына суреттерге қарап анықтау керексіңдер. Ағаштарда гүл мен қар, құстар арасында қандай күрес болып жатқанын анықтау керексіңдер. Мына суретте екі бүркіт, саңырауқұлақ және ағашта қандай күрес болып жатқанын анықтау керексіңдер. Мысалы, мұнда бүркіттердің арасында ұя үшін күрес. Жаңағы мұнда да екі жыртқыш арасында қорек үшін күрес, мұнда түр аралық күрес, ал алдыңғы суретте түр үшілік күрес болды. Және сендер осы анықтамаларын жазу керексіңдер. Мұнда әртүрлі мысалдар келтірген, соны анықтау керексіңдер. Қандай сұрыпталу, табиғи ма және немесе қолдан ба? Қолдан сұрыпталуды сендер алдында өттіңдер, селекция өткен тақырыптарда біз өттік. Тек қана қасына жазасыңдар сұрыптаудың түрін. Және тағы бір тапсырма, қандай тіршілік үшін күрес жазасыңдар. Түрішілік па, түраралық па, немесе абиотикалық факторлармен күрес па. Осымен бізде сабағымыз аяқталды. Үйде қосымша лекцияны қарап оқып жазасыңдар. Сайтта тіркелген. Егер сұрақтарың болса, WhatsApp-қа жазыңдар. Егер бірдеме түсініксіз болса. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.